Қайырлы күн, құрметті достар, бүгін мен Қазақстан және Сан-Марино ойынына келдім. Бұл ойын өте қызықты болайын деп тұр, себебі Қазақстанға осы ойында ауадай жеңіс қажет, себебі группадан шығып кету үшін, арғы Евроға шығып кету үшін. Сан-Марино болса, Сан-Марино әр ойынға, финалға дайындалған деп дайындалады. Оларда задача жоқ, стимул жоқ, және де олардан барлық нәрсені күтуге болады. Сондықтан оларда жеңіл соперник деп айта алмаймыз. Бірақ мен Қазақстан ұтатынына сендім, және де нақты есеп туралы айтып кетсек, менің ойымша 4-1 Қазақстан пайдасына болды. Мен стадион ішіне кеттім. Көріскенше. Мен маңында тұрған Қазақстанның атақты журналисті, Нұрсұлтан Құрман подкастының қонағы, спикері Қазбек Тайланов. Қазбек, осы бүгінгі ойын, Сан-Мариноға қарсы ойын туралы не айта кетесіз? Бүгінгі ойын өте қызықты өтетін ойын деп ойлаймын, өйткені Қазақстан құрамасына бүгін жеңіс керек. Тек бүгін құрамызда дебютант бар, ол көргеніңіздей Зуевв, оны орталық жартылай қорғанысқа шығарып отыр Адиев. Көреміз қалай ойнайтын. Ол негізі флангта ойнайтын ойыншы болғаннан кейін орталықта ойнау қиындау болатын секілді. Бірақ көреміз, Чесноков алғашқы құрамда шығып жатыр. Бүгін дубль жасайды деп ойлаймын. Сол Чесноковтың ойыны бәріне қызықты болсын, Чесноковтың қалай ойнайтын. Және ұлттық құрамаға келесі жылы Жоао Пауло, Марин Томас секілді ойыншылар келсе. Сантана. Элдер Сантана да бар, сондай ойыншылар келсе, біздің ұлттық құрама Евроны барып, Германияда алып ұтып кететін секілді. Ал сіздің сөзіңізге қарасақ, Қазақстан ұтады деп ойлайсыз, бірақ Сан-Марино ұтып кетсе ше бүгін? Сан-Марино ұтып кетсе, қарса 101 коэффициент па ойнап кетеді екен онда. 1000 теңге қоя саламыз ба мүмкін Сан-Мариноға? Ал Сан-Маринонан кейін келесі ойын Словенияға қарсы, сол Словения туралы айта кетсеңіз, жалпы? Ол Словенияда анау Чехин деген кісі бар, өте қауіпті кісі негізі. Ертең исландиялық судьяны ма келіп қойып қойса, бізге қиын болуы мүмкін. Бәрі қандай судья болады, соған байланысты. Негізі Словенияда ұтуға мүмкіндік бар, Евроға шығуға. Ұтамыз деп ойлаймын, сенем. Адамдар жиналуда, стадион жиналуда. Айта кетейік, бүгінгі ойында біздің президент Қасым-Жомарт Тоқаев қонаққа келеді. Ойынды осы отанғы лигадан тамашалайтын болады. Біздің президентіміз келіп қайта ұтатынымызға сенімдімін. Өткенде Северный Ирландия қарсы ойынға келген еді, сол кезде біз жеңіске жеткен едік. Бүгін де осы челлендж жалғасады деп ойлаймын. Oyuncular alanga шығуда. басталатын болады. Ал мен бүгінгі ойынды Alash Ultraспен бірге тамашалайтын болам. Қазақстан шабуылы
минуттан бастап қауіпті сәт болды, бірақ Сан-Мариноның қақпашысы допты ұстап алды. Зуевв. Тартып бұзылды. Айып соққысы Қазақстан орындауында. Жігіттердің орындауында бұрыштама добы. Туда, нельзя стоять, Давай. Бағдат Қайыров. Өкінішке орай доп алаң сыртына шығып кетті. Ойынның 9-шы минутасы. Жігіттерімізге сенеміз. Қазақстан құрамасына дебюттік голын салды. Бүгін Ислам Шығыс Қазақстан футболының түлегі. Есе 1-0 Қазақстан алда. Алла.
задумка жақсы болған еді, бірақ өкінішке орай доп Тимур Досмамбетов допқа жете алмады. Бірақ есеп 1-0, Қазақстан алда. Әлі талай уақыт бар, ол тағы бірнеше гол соғып кетуге. Сәл ғана жетпей қалды. Доп қақпаның үстінен кетіп қалды. Есеп 1-0, Қазақстан алда. Елімізде 20 миллион болғанына орай Қазақстан футбол федерациясының құттықтауы. Қазір біздің жігіттер допты алаңға шығаратын болады. Давай! Зуевв! Сәл ғана қалды. Бірінші тайм бітті, ойын өте тартысты болды деп айтсам өтірік болмайтын шығар. Себебі Қазақстанда көптеген сәттерді жасады, бірақ Сан-Маринода осал емес екенін көрсетті. Талай сәттер болды. Сонымен қатар өте дөрекі ойнады, көп подкаптар болды, қақтығыс. Бірақ дегенмен біздің жігіттер гол салып 1-0 есебімен алда келе жатыр. Енді екінші таймда не болатынын көре жатамыз. Абзал Бейсебеков ұлттық құрама үшін бірінші голын салып кете жаздады, бірақ Сан-Марино қақпашысы допты қайтарып алды. Айта кетейік, есеп 2-0, екінші голды Ислам Чесноков, Шығыс Қазақстан футболының түлегі салды. Қазақстан алға. Сан-Марино құрамасы гол салып кетті. Сенсация. Өткен турда олар Дания құрамасының қақпасын салған еді, енді Қазақстан. Бірақ енді жігіттер жеңісті сақтап қалады деп енді сенімдемін, және де ойлаймын. Ондай да болып тұрады. Қазақстан алға. Ойынның 62-ші минутасы, есеп 2-1. Айта кетейік, Сан-Марино құрамасы гол салып кеткен болатын. Алда әлі 40-30-35 минуттай бар. Сондықтан әлі тағы да гол саламыз деп сенімдемін.
Кенесов, Арман, пенальти, пенальти, пенальти. Чистая пенка. Ерегес. Пенальти бар арқылы тексеруде әбден ойуы мүмкін. Давай, пенальти. Төреші әлі ойланып жатыр. Моменті тексерет! Тексерет! Тексеруге кетті. Допты АБАТ АЙМБЕТОВ тебетін болып. Ойын аяқталды. Қазақстан 3-1 есебімен жеңіске жетті. Сан-Мариноны ұтты. Бірақ дегенмен Сан-Марино өз дегеніне жетіп, бір голын салып кетті. Олар өзі гол соқса да жеңгендей қуанатын құрама. Сондықтан да оларды құттықтап қойық. 10 жылда 1-2 рет салып тұратын құрама. Сондықтан да оларға қуануға барлық причина бар. Сондықтан құттықтап қойық. Және де ойын туралы қысқаша айтып кетсек, ойын өте қызықты және тартыс болды. Екінші тайм бірінші таймға қарағанда қызығырақ өтті деп айтсам өтірік болмайтын шығар. Сондықтан біздің жігіттерімізді шын жүректен құттықтап қоямын.
алда Словенияға қарсы ойында жеңіске жетіп, Астанаға сол жеңіспен қайтсын деп тілектеспіз. Жеңіс құтты болсын. Менің алдымда тұрған Сан-Мариноның қақпашысы Еля Бенедеттиини. Еля, can you comment the game? Per commentare la partita? È stata una partita molto difficile, come ci aspettavamo, però secondo me abbiamo fatto un'ottima partita di squadra, confermando quanto di buono avevamo fatto con la Danimarca. E alla fine la partita è stata decisa su episodi, su grandi giocati di un loro giocatore. E poi secondo me il terzo gol l'arbitro poteva fischiare fallo o comunque fermare il gioco perché il nostro giocatore si era fatto male alla testa e da regolamento si deve interrompere il gioco. Can you tell about penalty? Like, is it correct to give? Quante rigore c'era? A primo impatto mi sembrava che il giocatore fosse andato contro il difensore, però mi hanno detto che il contatto c'era, quindi c'era. So today you lose, but you scored a goal, and so like Federation of San-Marino like give I don't know, many cash bonus for scoring a goal. I don't know. No. We don't comment such a question. You want to speak about the football? Yeah, no money. Okay, and so next game you played against Finland, yeah? Can you tell about? Abbiamo partito con la Finlandia, come ci arrivate? Ci arriviamo con due ottime prestazioni contro due grandi squadre che si giocano la qualificazione. La Finlandia però è una nazionale anch'essa molto forte, all'andata abbiamo perso 6-0, hanno ottimi giocatori, sarà difficilissimo come sempre. So Nicola, can you comment the game? Yeah, it's a difficult game. We know how Kazakhstan play, but we think them to me really well. It's hard to comment this game for me. So what wasn't enough for win for your team today? We were in the game when we were down 2-1, but we didn't find the strength to come out and go 2-2. But I think that we did a really good game. And can you tell about the penalty? Like penalty, is it correct to give you? I didn't see that again, so I don't know. Okay, today you lose, but also you scored the goal, and so like the Federation of San-Marino will give I don't know, bonus for scoring a goal. No comment. No comment. And okay, next game you played against Finland. Can you tell about? Yeah, another difficult game. We're going to prepare it when we come back to San-Maрино, and then we see what we can do. Last question. You played in Italy. You play in Italy, and so do you want to play in Kazakhstan if many options came to you? I don't know. Like it sounds for it would be interesting for you. We evaluate everything in life. Жеңіс құтты болсын. Ойын туралы айта кетсеңіз. Баста Алла шүкір біз ұттық, жеңіс керек болған Сол қателеспесем пенальтиді сіз әкелдіңіз, иә? команда қандай кім соққан, Енді келесі ойын маңызды ойын десек болады, енді Словенияға қарсы. Сол ойын туралы былай айта кетсеңіз. Құдай қаласа ұтамыз бар, ғана болыңыз, бәріңіз қолданыз. Және де енді клуб туралы айта кетсем, Ақтөбемен контрактыңыз уже бітті ма? Контракт бала. Елімайға желание жоқ па, бар ба? Пока сборная, бәрі ойын сборныйда. Бүгінгі футбол күні өз дегеніне жетті. Қазақстан құрамасы Сан-Марино ұжымын 3-1 есебімен ұтты. Ойын өте қызықты өтті. Және де келесі ойын енді маңызды ойын Словенияға қарсы, қателеспесем понедельник күні өтеді. Сол ойынға барлығымыз болып жанкүйер болайық. Сіздермен болған мен Бекер Сәлімхан. Сау саламатта кездесейік.